сол кезде ол жұмыс істейді. Келесі инструмент енді калькулятор. Енді сабақ барысында, жұмыс барысында осы калькулятор бүкіл бір құралдарда болады ғой. Ең керек базовый құрал, сондықтан тұра берсін. Келесі бізде погода, яғни жиналыс кезінде немесе бір жақсы бір кеш кезінде осындай сыртқы ауа райын білу керек кезде осы ауа райды осылай бейіттің экранның шетіне қарай қойып қойсаңыздар болады. Келесі инструмент енді в центре внимания. Яғни бір презентация кезінде, жұмыс істейтін кезде, мысалы, оның масштабымен қандай көлемде көрінеді. Мысалы, бір жерге қатты бір акцент беру керек кезде, внимание бөлу керек кезде, осы функцияны қолдансаңыздар болады. Осылай өтіп, қай жерге көрермендердің назар аудару керек болса, осы арқылы сіздер сол жерге акцент бере аласыздар. Мысалы, бүгінгі күн немесе қандай проценттер өсіп жатыр.